Сәлем, бұл Skavron каналы, және бүгін сіздермен өте қызық тақырып туралы талқылайтын боламын. Ғалымдар уақыт өткен сайын көзге оғаш көрінетін неше түрлі өзгеше ғарыш объектілерін телескоппен бақылап, тізімге қосып отыр. Бұл өзгеше денелердің қасында бізге белгілі қара құрдым, квазар, супернова сияқты құбылыстар қарапайым болып қалады. Ең алдымен ең ерекше планеталар туралы айтайық. Ондай планеталар үшін алмаздан, қатты тастан немесе лавадан жауын жауу оғаш құбылыс емес. Солардың бірі HD 18973b планетасы. Мұнда көкжиек арқылы шыны жауады. Өйткені мұнда силикаттар өте көп мөлшерде кездеседі. Және бұл планета өзінің жұлдызына өте жақын орналасқандықтан, планета қыртысындағы силикаттар тікелей шыныға айналады. Тағы да айта кетерлігі, бұл планета өз осінен өте тез жылдамдықта айналады. Мұндағы желдің жылдамдығы сондықтан да 6500 км/сағатына жетеді. Сіз ғарыш кеңістігіндегі қара құрдым туралы естідіңіз, ал қара планета туралы естіп көрдіңіз бе? Трес 2b газдық гигант планета өзіне түсетін жарықтың 95%-на дерлігін жұтып алады. Бұл адам баласы зерттеген ең қара планета. Ол қара көмірден де қап-қара, және ондағы температура 1000 градус Цельсийді құрайды. Осы температурада оның бетіне жарық пайда болуы керек еді. Онда не үшін планета жарық шығармайды? Ғалымдардың болжамы бойынша ондағы жарық жұтып алатын абсолютті қара бөлшектер кедергі жасауы мүмкін. Дегенмен, бұдан да ыстық планеталар жетерлік. Тіпті олардың кейбірі біздің көз алдымызда буға айналып жоқ болып кету қаупі бар. Мәселен, IC 12557548b планетасы. Ол өзінің жұлдызына өте жақын орналасқандықтан, ондағы температура 2000 градус Цельсийге дейін жетеді. Планета 15 сағат ішінде өз жұлдызының бір айналып шыға алады, яғни бізде ол уақыт 365 күн. Ол жақта вулкан атқылауы өте қуатты процесс. Тіпті атқылаулардан кейін ондағы сұйық лава космосқа шығып кетеді. Сіз егер мұнда қалып қойсаңыз, дәл төбеде жарты аспанды алып тұрған өте жарық жұлдызды көре аласыз. Бірақ бұдан да керемет планеталар бар. Мысалы 55 Cancri. Бұл сіздің ең жақсы көретін планетаңыз болуы мүмкін. Өйткені ол жерден 2 есе үлкен және толықтай дерлік алмазбен қапталған. Ондағы алмаздардың бағасы 27 наниллион долларға бағаланып отыр. Сізге түсінікті болу үшін былай айтайын. Миллион, одан кейін миллиард, триллион, одан соң квадриллион, одан соң квинтиллион, секстиллион, септиллион, октиллион, одан соң ғана наниллион. Және алмаздардың бағасы дәл осы 27 наниллион долларға бағалануда. Сонымен видеомыз аяғына жетті. Бұл тек бірінші бөлім ғана. Егер екінші бөлімді көріңіз келсе, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.